Чурапчытағы физкультура онна спорт институтугар быйыл энергоцентр тутута түмүктенен ақсыне бүтүүте үлеға кирері бұланынар. Күн бүгін әбиекке инженерная монтажны үлеғы ұтылар сихилик келер материалга. Энергоцентр комплекса развития физической культуры и спорта ден федеральный целевой программа тертинен тутулар. Объект опсай суммата 100 миллион теңгер. Манна ДВ Energy ден качактамыт эпетнистер тәрілте ылсан үле качестволақты график бұғытнан барар. Билигин болланы бу тон үлебит агуын биргене битен турар. Основное оборудование барта келбите. Бу Америкаттан газотурбинный агрегат келбите. Вот берер 600 киловаттах. 3 котел келбите. Бары тоже монтажтанан почти битен турар. Обвязката бары турар. Манна инженерно-технический үлетен оборудованиялары таңыны Барнаул кораттан анал үйректех специалистер келеңіталлар. У нас 4 человека, штат работает на монтаже, то есть внутри котельной, внутренняя система инженерная. Ну, работа у нас ведется монтаж котельного оборудования, монтаж системы отопления, газовое, подключение котлов. Энергоцентр үләға кеддәғіне бюджет экономияланан ордубут қарчы институт материально-технической базатын қаңатыға төхікүйіс болуға. Бұл бейек оттың сығылы ғыруға ден бұл бюджетный средствені экономиялағын ден болар. Бейек олығыры Чорапчы государственный институты бар. Ағыз студияна қолақ бұтын онына көрілден қатшы берілер. Олығын онтан 100 күміттен бейірі отопления бар тұрбыта 30 миллионы. Білігін бұл бейек кеддәғіне бейек экономия өт гидеті 30 миллионтен 6 бірген күрдік экономияланықтақ, расхопыт где-то 10 миллион болуқтақ. Onun ол отдығы қатшы барыта институт инеке хайдытығар, капитальный ремонтнарға, текущий ремонтнарға, онықтан оборудование лытығар барыға. Бұ күрдік күн бүгін үлет әтімнәқті ғыдылан, ақсынне хүлбе 5 күнігер түміктенен 200 местеләғ студенттер олорор опса диелері, 100 местеләғ остылы бой қолбануға. Оттан келер сылға учебный лабораторный корпус, оны тәңе спортивный зал комплекса қолбануыры бұланнанар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеті, Чурапчы.